денсаулық үнемі біздің қарап отыру керек нәрсеміз ғой ол. Қандай диагноздар көбірек кездесті экстренный дегенде? Қанша ақша қаласаңыз, қандай дәрі қаласаңыз алып келейін, аман алып қалыңызшы деген сияқты оны естідім. Адамның өміріне әсер ететін адам әлі құны болмай тұр. Неде деп ойлайсыз? Бастапқы 3 айда жылағаным бар. Өйткені дұрыс диагноз қойсаң, дұрыс емге жетесің. Ол міндетті түрде кез келген дәрігердің басынан өтетін іс. Қадірін білмейді, былайша айтатын болсақ. Енді қадірін білу үшін бәрі сол бір реанимацияға барып келу керек пе? Ауруыңыздан айықтырып барлығын толығымен жазып береміз деп айтса, ол жерге бармаңыз дейтін едім. Анемия диагнозымен ұзақ жүргенде соңы қайда апарады? Не безопасный көзқарас. Ол жерде біз басқа бір ауруды өткізіп алуымыз мүмкін. Сол себептен де бірінші кезекте себебін білу керек. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Доктор Биболатовна парақшасының, YouTube парақшасының оқырмандары. Бүгінгі подкастымыз Медотокс клиникасындағы дәрігерлер жайлы болмақ. Дәрігерлердің өмірі, жалпы қазіргі таңда қазақ еліндегі медицина қалай деңгейде дамып жатыр, жалпы қазіргі пациенттер қалай өзгеріп жатыр. Классикалық медицина мен превентивтік медицинаның тоғысатын жерлері, бір-бірін толықтыратын жерлерін толығырақ айтатын боламыз. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы Медотокс клиникасының дәрігері, қаншама жылдық тәжірибесі бар, және де мынау экстренный службада қызмет еткен, жалпы айтқанда мынау классикалық медицинаның ыстығы мен суығын бәрін көрген дәрігер терапевтіміз Динара Досмұхамедовна. Қош келіпсіз, Динара Досмұхамедовна. Осы кезге дейін Медотокс клиникасында только Айгерім Биболатқызын танитын болса, енді біздің командамызға жаңа маман қосылып жатыр. Осы кісіні жақсылап сіздермен таныстырып, ол кісінің жасаған еңбектерін сіздерге паш еткіміз келеді. Өзіңізді таныстыра отырсаңыз, өзіңіз жайлы айтсаңыз, еңбек жолыңыз жайлы. Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Динара Досмұхамедқызы. Мен дәрігер-терапевтпін. Қазіргі таңда интегративті салада жұмыс істеп келе жатырмын сонымен қатар. Және де профилактикалық медицинамен ойым бит кетті ғой, қайсысын айтам деп дәрігер-терапевт. Өзіңіз таныстыра беріңіз, иә? Басынан бастай берейік па? Болма? Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Динара Досмұхамедқызы. Мен дәрігер-терапевтпін. Қазір Медотокс клиникасында дәрігер-терапевт, интегративті дәрігер ретінде қабылдаймын. Мен 2011 жылы университетті бітірдім. Содан бері бірнеше жеке клиникаларда, сонымен қатар мемлекеттік клиникада, көп салалы қалалық ауруханада жұмыс атқардым. Және де соңғы 4 жылда Қазақ ұлттық университетінде аға оқытушы қызметін қатар алып келемін. Динара Досмұхамедқызы, жаңа айттық қой, экстренный служба, жаңа прием покойда деп жаңа қызмет атқардыңыз. Өте жедел жәрдем, көмек қажет науқастармен жұмыс жасадыңыз, яғни мысалға да қан қысымы 180-ге дейін көтеріліп кететін, 200 кризбен түсіп жататын, свежий келіп жатқан инсульт, инфаркттарды көрдіңіздер. Тағы да жаңағыдай бауыр аурулары, бүйрек аурулары енді ауыр сатысында және жедел көмек көрсететін сатыла уақытында сіз сол науқастармен бірге болдыңыз. Және де мынау запущенный ситуациялар бар ғой, онкологияның соңғы стадиялары, немесе жаңа цирроз, фиброз деген секілді. Сіз былайша айтқанда өзіңіздің соңғы 6 жылдық еңбегіңізде осылардың жанында, басы қасында болдыңыз. Жалпы сол аурулар жайлы, сол жағдайларың, сол кездегі опытыңыз жайлы айта кетіңізші. Мен жалпы бұл экстренный больница деп айтамыз ғой, көп салалы аурухананың, өзім негізі частный клиникада жұмыс істеп жүрдім. Одан кейін маған жаңағы экстренный жұмыс істегім келді, шыны керек. Көргім келді. Тек қана отырып пациент қабылдау мен үшін жеткіліксіздік болды ол жағдайда. Сөйттім деген өзімнің жаңағы қаладағы ең үлкен больница деп, сол больницаға барып,
жаңа замглавврачмен сөйлесіп, алдына кіріп айттым, мен осы жерде жұмыс істегім келеді. Мен медицинаны ішінен көргім келеді. Ішінен көру дегенде бұл жерде мақсат жаңағы кей жағдайда болады, кинодағыдай жұмыс істеу деген сияқты, жүгіріп жүріп жұмыс істеу. Сол жұмыс маған ол кезде керек екенін түсіндім. Ол маған айтты, әрине бұл жер қиын. Ол кезде менің 3 балам бар. Сіз балаларыңызбен үлгересіз бе? Бұл жердің жұмысы экстренный болған үшін кез келген шұғыл жағдайға дайын болу керексіз. Таңертеңнен кешке дейін сол ауыр науқастармен жұмыс істейсіз. Үлгересіз бе? Алып кете аласыз ба деп сұрады. Ол дәрігерді мен бұрын маған сабақ берген дәрігер болатын. Университетте өте жақсы білетінмін, құрметтейтінмін, сыйлайтынмын. Одан тәжірибесін алғым келді. Өйткені мен білемін, ол сол жердегі болып жүрген бүкіл дәрігерлерге өзі оқытатын. Оқытат дегенде тәжірибе жүзінде практикада көрсететін. Күнде жаңағы әр науқасты талқылауын, мен оның сол нәрсе маған ол кезде жеткіліксіз екенін түсіндім де. Айттым, мен бәріне дайынмын, күні түні жұмыс істеуге дайынмын, мен осы жерде жұмыс істеймін дедім. Келісті ол кісі. Сөйтіп мені айтты, қазір бөлімшеде емес, терапия бөлімшесінде емес, сізді қабылдау бөліміне жібереміз деді, приемный покойға. Мен қуанып келістім, негізі шыны керек. Бардым прием покойға, бір жарым айдай, бір айдай деді. Алдын ала тәжірибеден өтіп, қарап көресіз, мүмкін бұл вообще сіздікі емес шығар дегендей. Бардым, көрдім, бірақ бір ай бойы маған мысалы келіп жаңағы жұмыс үйреніңіз дегенде, таңертең ерте барып алатым, кешке менің жаңа наставник дәрігерім дейді ғой, ол кеткенше сол жерде бірге жүрдім. Ол жұмыс менікі екенін сездім, шыны керек. Сол приемный покойдың ыстығы суығына, ауыр науқастарға, ауыр жағдайларға барлығына мен өте жаңағыда үлкен алғысым шексіз сол жерде жұмыс істегеніме. Мен медицинаның жаңа адамдарға көмектесу, шұғыл жағдайда көмектесуін сол жерден көрдім деп айта аламын. 1 жылдан аса сол жерде жұмыс істедім. Ковид басталды одан кейін. Ковид кезінде де көп дәрігерлер енді ауырып кетіп жатты жанымызда. Мен жаңа заведующием болды. Эндокринология бөлімшесінің ол кісі дәрігері болатын. Сол кісі заведующий болып терапияның бір бөлімшесінде қалды да, мен дәрігер ретінде сол жерде жұмыс істедім. Ковидтің сол нағызына қызып тұрған кезінде 2020 жылдың жаз айында біздің клиникамызда жаңа ковидтік бөлім ретінде жұмыс істеп, сол жерде сол науқастарға көмектестім. Ол кез енді кішкене, айта берсек, ол ковидтің несі өте көп, бірақ нағыз өмір мен өлімді ол да маған көрсетті деп ойлаймын. Біздің жаңа оған дейінгі прием покойда енді күнде келе бермейді ғой, ондай сағат сайын келе бермейді, күнде келгенмен де ондай ауыр науқастар. Бірақ ковид кезде біз оның күнделікті таңнан кешке дейін ол науқастарды көрдік. Таңертең 8-де баратынбыз, бірақ науқас өте көп қой. Сондықтан сағат мысалы 4-те жұмысымыз бітсе де, мен 8-9-ға дейін, 10-ға дейін кей жағдайда қалған күндеріміз болды. Уақыттар болды солай. Кішкене қиындау кезде, мысалы, ертерек жазайын дейсің, историясын бәрін бітіріп кетейін, бүгін емін жазып кетейін деп, сол жерде сол экстренный службаның тағы бір түрін көрдім деп айта аламын сол жерде. Экстренный службада жаңа прием покой. Енді әрбір пациент білетін жер, егер бір острый болмен, бір іші өтіп кетіп, давление түсіп кетіп, немесе көтеріліп, экстренный бригадамен барып, больницаға тапсыратын жердегі дәрігер ғой, примерно сол қызметті атқарған. Енді сіздің экстренный көрген ситуацияларыңызды айтып беріңізші, ең жаңағы қатты қорыққан деп айтсақ бола ма? Енді кітаптағыдай бізді терапияда үйреткендегідей классика түріндегі симптомдармен көп келе бермейді. Или сол экстренный ситуацияда келіп, инфарктты өткізіп алған, немесе бір сондай ситуацияларыңыз болды ма? Жалпы қандай диагноздар көбірек кездесті экстренный дегенде? Негізі жалпы қабылдау бөлімінде мен дәрігер терапевт ретінде болсам, ол жерде кардиолог жанымызда, жаңағы хирургия бөлімшесінің дәрігерлері,
жаңағы уролог сияқты барлық дәрігерлер, невропатолог мысалы, олардың барлық бір жерде отырып пациентті қабылдаймыз. Егер терапевтический пациент, бірақ түсініксіз жағдай болатын болса, реанимацияға мысалы астында ремзал деп айтылады, ол жерге келетін болса, ол науқастарды бірге барып қараймыз біз. Жаңағы заведующийлар келеді, қажет болса профессорлар шақырамыз сол жерге, прием покойда бірге барып қарасамыз. Ол жерде мен командная работа деген нәрсені көрдім де, мысалы. Өткізіп алу деген сияқты нәрселер емес, ол жерде басқа атиптік түрлерін көбірек көрдік деп айталар едім. Мысалы, бізде науқас болған, қазір есіме түсіп жатыр, іш ауырып келеді науқас. Кейіннен жаңа сол жерде ЭКГ түсіріп көрген кезде кардиолог, мысалы, қарап отыр ғой қасымызда. Ол науқасты инфаркт миокарда абдоминальный түрін, мысалы, соны көріп. Сол сияқты бірнеше дәрігер бірге жұмыс істегенде, ол жерде командалық жұмыс істегенде кішкене атиптік түрлері болса да, біз оларды жедел көмектесіп, жаңа жедел сол бөлімшеге, профильный бөлімше деп айтамыз ғой, соған жатқызып, реанимацияға жіберіп, ол пациенттерді солай аман алып қалған кездеріміз де болған. Сонымен қатар инфаркт дегенге тағы есіме түсіп отыр. Мысалы, кейбір науқастар келеді, бізге қант диабеті бар. Бірақ боль жоқ. То есть біз барлығымыз үйренгенбіз ғой. Егер инфаркт болатын болса, ода боль болу керек науқаста деген сияқты. Олар тек одышка болуы мүмкін, жайсыздық болуы мүмкін. Сол сияқты жалобымен тек қана келуі мүмкін. Ол кезде бірінші кезекте мысалы пневмония сияқты, жаңа ТЛА сияқты оларды іздестіргенмен қатар бірінші кезекте біз барлық пациентке ЭКГ түсіреміз. Бізде прием покойда сол тұрған барлық келген науқас бірінші ЭКГ түсірілетін. Чтобы жаңағы экстренный случайларды өткізіп алмау, не пропускать деген сияқты. Ондай науқастар өте көп болған. Мысалы, келіп өз аяғымен келіп жаңағыдай келді деп айтады ғой, өз аяғымен, бірақ до конца шыдап бізге келген кездегі жағдайы ауыр екенін біз мысалы анализден неден қараған пациенттеріміз де болған. Мысалы, жақсы жүреді ғой, қайдағы инфаркт деген сияқты нәрселерді айтатын болған кейбіреуінде. Мысалы, неге мысалы қанты өте жоғары деп айтып жатсыз, неге сепсис деп айтып жатсыз деген сияқты. Кейін науқастар мысалы до конца жүреді. Соңына дейін жүреді. Сол кезде жағдайының ауырлығын біз лабораторный, инструментально қарап, тексеріп, сол жерден бағалайтынбыз. Біз үшін мысалы ең жаңағы көмек ретінде мен айтар едім, что бізде лаборатория, инструменталдық зерттеу барлығы тез жұмыс істейді. Экстренный болған үшін тез жұмыс істейді. Барлық анализдеріне аламыз, барлық инструментальный обследование жасай аламыз. Сонымен қатар басқа дәрігерлерді тез арада шұғыл шақыра аламыз. Сол жерге. Сол үшін де өте қызықты негізі өмір. Бірақ әрине ауыр жағдайлар көп, бірақ ол прием покойдың өмірі өзімен қызық. Күнделікті бір сен задача дейді жаңағыдай, бір нәрсені шешу сияқты. Әр науқас бір задача сияқты шешесін. Мынау шығып қала ма, мынау шығып қала ма деген сияқты. Мәселе секілді дейсіз ғой. Иә, бір мәселе секілді. Ол келеді, сен оны шешесің. И соңында жаңағы науқастың диагнозын тауып, енді отделениеға жібересің, реанимацияға жібересің, жаңағы профильді бөлімшеге жібересің ғой. Ол кезде мынандай бір чувство удовлетворения дейді ғой жаңағыдай. Жасыл галочка. Жасыл галочка жанатты, сен таптым міне деп ары қарай уже еміне жібере бастайсың. Бірақ осы 1,5 жыл прием покойда жұмыс істегеннен кейін мені бөлімшеге шақырды жұмысқа, өзім заведующим терапия бөлімшесінің. Осы жерге жұмысқа келесіз бе деді. Бірақ мен ол кезде жұмыстың екінші жағын көре бастадым. Өйткені прием покойда сен дифдиагностикамен жұмыс істейсің. То есть келген пациентті диагнозын қойып, мейлінше тез, мысалы, ауыр науқастарды жарты сағатқа дейін, мысалы, инфаркттарды 10 минутқа дейін ЭКГ-сын түсіріп, сразу тез шеше бастайсың ғой. Жаңағы тропонин жіберіп деген сияқты. Тез дифдиагностикамен жұмыс істейсің. Бірақ отделениеға барған кезде, терапия бөлімшесіне барған кезде мен жұмыстың екінші жағын көбірек көре бастадым. Ол жерге саған отделениеға түскен науқасыңды сен емдеу. Бұл жерде енді медицинаның емдеу жағын көбірек көрдім деп айталам. Неше түрлі консилиумдар, телемедицина жүргізу, қалалық консилиумдар, мысалы, республикалық консилиумдар деген сияқты. Ол жерде де барлығы көмектеседі негізі саған. Бірінші барған кезде
есімде, мен бір 6 ай деп енді айтпайын, бірақ 3 айдай өте қатты қиналғаным бар. Ең бірінші жерде историяны әдемілеп жазуың керексің ғой, жерде терапевттердің қиналатыны, жалпы врачтардың алғашына историяны әдемілеп, общем, клиникада, сол больницада жатуға қалғанын сен дәлелдеп жазып беруің керексің, дұрыс па? Әрине, ол да бар. История болезни жазу деген бізді история болезни жазуға өте, мысалы, жаңағы айттым ғой, студент кезімде өзім дәрігерім мұғалім болған деп. Сол дәрігерім, мысалы, өте қатты бізде историяға жаңағы не істейтін, тексеретін де, әрбір диагнозымызды қарап тексеретін, анамыз морбиді жазуды өте қатты жақсы үйретті деп айта аламын мен. Жаңағы әрбір сөзімізді біз дәлелдеп, осы науқастың осы диагнозы шыққанын дәлелдеп, соңғы мысалы не то, что вот осы кезде ауырды деген емес, бастапқыда неден басталды дегеннен бастап бәрін жазатынбыз. Тіпті кейбір науқастардың жаңағы тұратын жеріне дейін, үйінде мысығы бар ма, күшігі бар ма деген сияқты инфекциялық кейбір ауруларды қарастыру барысында оларды да сұрайтынбыз. Кейбіреу айтады, неге менен бәрін сұрай бересіз деп ше. Кейбір мысалы науқастарда, анемиямен келетін науқастарда балалық кезден бастап анемия болды ма? Нешінші бала үйдегі? Анасында да анемия болған беді? Ол анемияның фонында туылды ма? Кішкентай кезінде анемиясы болды ма? Мысалы, бор кесек жегісі келетін бет дегендей, бастап қазір оның жасы 30-да болса да, біз сол кезге дейін кіріп, балалық шағымен қосып жазатынбыз. Мен медицинаның жаңағы емдеу жағын көбірек сол жерде көрдім деп айтамын. Шын айтатырмын ғой, бірінші жаңағы 6 ай болмаса да 3 ай қиналдым деп. Ол жердегі 3 ай қиналу менде жазудан қатты болған жоқ, бірақ науқасты қалай емдесем болады деген бір қиыншылық болды деп ойлаймын. Неге? Өйткені сенің науқас сенің алдыңа келді, ең азында 10 күн сенің қарамағыңда, ең бастапқы 3 күнде сен ол кісінің науқастың диагнозын тауып, нақты дәлелдеп, емді жаңа клиникалық обоснование клинического диагноза жасауың керек те. Ол үшін бастапқы 3 күнде қарқынды жұмыс істеп, керек дополнительно қосымша обследованияларға жіберіп, сол науқастың емін күні түні ойлайтынмын. Шыны керек. Сол жағынан кішкене қиындау болдау деп ойлаймын. Жаңағы дұрыс емге жете алу. Өйткені дұрыс диагноз қойсаң, дұрыс емге жетесің. Сол жерінен кішкене маған бастапқы 3 айда жылағаным бар. Әрбір дәрігер енді практика жасап жүргенде, жаңағыдай университетті бітіріп клиникаға келгенде, ол міндетті түрде кез келген дәрігердің басынан өтетін іс. Неге? Себебі сенде уже жауапкершілік өзің үшін ғана емес, сол жердегі науқас үшін жауапкершілік аласың. Ол жерде дұрыс диагнозды тапқаныңа дейін сенде тыныштық болмайды. Содан кейін ол диагнозды қоясың, содан кейін сол жердегі процедуралардың жасалуы деген секілді. Негізі сіз мына нәрсеге қалай қарайсыз? Мысалға да дәрігерлердің өзі бір арасында айтады ғой, мысалы, ең крутойлар это хирургтар, содан кейін акушер-гинекологтар, жалпы терапевттер соңғы орында деген секілді. На самом деле мынау магистралды емдейтін, созылмалы ауруды емдейтін терапевт қой негізі, ұзақ емдейтін. Енді әрине ол бізде жаңағы не бойынша қалған ғой, енді хирургтар не үшін мысалы ең мықтылары дегендей көзқарас бар, өйткені ол емнің нәтижесін бірден көре алады. Операциясын жасайды, науқасқа бірден жеңіл болады. Мысалы, бір жаңа сол мүшенің операциясын жасайды, сол органның операциясын жасайды, оны жаңағы бірден жақсаруға алып келеді. Акушер-гинекологтарда әрине ол хирургтар ғой тоже. Жаңағы бала босандыратындары бар, болмаса жаңа операция жасайтындары бар дегендей, бірден емнің нәтижесін көреді. Бірақ мен айтар едім, терапевттер ең көп ойланатын адамдар деп. Клиницистер ең көп ойланатын, ең көп дифференциалдық диагностика жүргізе алатын. Миы көбірек іске қосылатын деген сөз ғой. Солай деп айтар едім. Неге? Өйткені біз хирургиялықта, не болмаса басқа да ауруларды да өткізіп алма ол жерде. Онымен де диагностика жасау. Өкінішке орай,
көп жағдайларда деп айтпасам да, науқастар бір диагнозбен мысалы бізге отделениеға түскенмен, кейіннен басқа диагноздардың болуы да ықтималдылығы көбейеді. То есть сен ол жерде мысалы прием покойдан жаңағы келген дәрігердің де бұл жерде қателігі емес. Ол деген ары қарай қосымша басқа ауруларды да біз жоққа шығаруымыз керек деген сияқты нәрсеге алып келеді. Сол үшін де сен осы диагнозбен келді, осымен емдеймін деген сияқты көзқарас болмайды. Ол жерде басқа барлық ауруды ойлап отыруың керек. Мен өзім университетте жаңағы сабақ берген пәнім дифференциалдық диагностика болатын. 4 жылдан бері сол дифференциалдық диагностика сабағын беріп келем. Ол жерде біз студенттерді ғой енді үйрететініміз. Кейспен үйретеміз. Мысалы, сенде пациенттің осындай жалобымен келді, қандай ауру болуы мүмкін деп жаңағы живой примерлермен бір өзімнің науқасымның алып бүкіл жаңағы история болезненің сонымен талқылаймын. Былайша айтқанда, сол үшін де мен ойлаймын, терапевттер көбірек сіз айтқандай ойланатын дәрігерлер шығар деп. Иә. Жалпы енді қазір экстрен службада жасадыңыз, терапия отделениесінде жасадыңыз. Қазір енді превентивный медицина жасап жатсыз, яғни профилактиканың дәрігерсіз. Екі жақтағы пациенттер салыстырған кезде нені байқадыңыз, және де жаңа айттық қой, цирроз деңгейіне дейін ең асқынып кеткен деңгейге дейін кетіп қалатын пациенттер бар, мысалға да. Сол кісілер нені дұрыс жасамай қалды, немесе қалай айтсақ болады? Жалпы сондай запущенный ситуацияға алып келмедің, бәріне кетіп қалмауға не нәрсе пайдасын беретін еді? Әрине, бізге келген науқастар, енді ол жерде жұмыс істеп жүргенде, біз шұғыл көмек беретін болғандықтан стационарлық науқастарды, яғни ауыр жағдайда науқастарды алып, жаңа дифференциалдық диагностика жасап, диагнозын қойып беріп, сол мақсатта жұмыс істейміз. Яғни сол деңгейге жеткеніне не себеп болды? Науқастарды, иә. Ол науқастардың көбінде сөйлесіп, былай сұрағанда, менің ойымша, енді оларды да кінәлауға бірдеңе айтуға болмайды бұл жағдайда деп ойлаймын. Әркімде ситуация енді әртүрлі ғой. Бірақ өзінің денсаулығына деген жауапкершіліктің аздап төмендігі кейбір науқастарда. Өз денсаулығына немқұрайлы қарау мүмкін кей жағдайларда. Өйткені сұрасаң айтады, иә, мен 15 жыл бойы осы нәрсе мазалайтын. 20 жылдан бері давлениям көтеріліп жүретін. Не болмаса, кейбір науқас болды, менің өзім жаңағы есімнен кетпейтін бір науқасым бар, жаңағы демаламай хобылмен келді маған. Демаламай келді. Ол кислородта жатады, жаңағы аздап алса болды, кислородты қайттан задыхаться етіп демаламай қалады. Сен мына қанша не жасап жатырмыз, бәрін жасап жатырмыз, бірақ өкпені ашып өзін демалдыратындай жағдай жасалмай жатырмыз. Бір қиналу болады іштей, көмектесе алмай жатырым деген. Сол кезде жанымдағы дәрігерім айтады, бұл кісі, білесің ба, сен 30 жылдан бері темекі шеккенін дейді. Мысалы, 30 жыл темекі шеккен, өкпесі дұрыс жаңағы демала алмайтын науқасты сен өзіңе көп алма деді ғой маған. Ол науқасты жаңағы, сен оның өкпесін ауыстырып бере алмайсың. Сен қолыңнан келгенше жасайсың, бірақ енді сен оның өткені үшін жауапкершілік алма деп айтқан болады. Әрине, бұл жерде бірінші кезекте әр адамның денсаулығына өзі жауапты екенін сезінсе деп ойлаймын мен. Жаңа чекап өту болсын, жылда бір рет, иә. Не болмаса белгілі бір ауру болатын, гепатиттері бар науқастар, мысалы, фиброскан өтіп тұруы, альфа-фетопротеин, енді медициналық жағынан айтып кететін болсақ, сол 6 айда бір, жылда бір өтетін зерттеулерді өткізіп алмаса. Кейбір науқастар бар, айтады, маған 20 жыл бұрын, 25 жыл бұрын гепатит Б қойылған деп айтады. Бірақ не противовирусный препарат алмаған, емделмеген. Асқыныспен кеп тұр ма? Иә, ары қарай ол цирроз келген кезде асцитпен ішінде су жиналып, аяғы ісініп, солай келеді бізге. Кей жағдайларда ең өкінішті бізде жиі кездесіп тұратын нәрсенің бірі, біз онкологияны көбірек жиі табатынбыз. Науқас, кей науқастар құлап қалған кезде келеді, былайша айтқан кезде, анемия болып,
мысалы 60-40 50 гемоглобинмен келе бастайды, сен қан құясың, ал оның арғы жағында ол онкология жатыр. Анемия қан құюмен бітпейді ғой, ол последствия ғой. Причинасын, себебі неге сіңбей жатыр? Жеп жатқан тамақ ет жемейді емес, жейді. Неге сол жерден темір сіңбей жатыр, мысалға да? Көп жағдайда мысалы онкологияны солай тапқан болатынбыз. Не екенін білмеймін деп келеді. 6 айдан бері жүрмін, 1 жылдан бері жүрмін, әлсіздік. Постоянный әлсіздік. Не болғанын білмеймін маған. Салмағым жоғалып бара жатыр. Диета ұстап жатқан жоқпын. Көбінде өкінішке орай 60-тан асқан адамдарда біз білу керекпіз, бірден онкологияны исключать ету керек мысалы деген сияқты. Бізде приоритетте тұрады ол нәрселер. Өкінішке орай біз онкологияның 3-4 стадиясын жиі анықтап жататынбыз. Яғни 3-4 стадияда ғана келеді. Ол кезде енді қаншалықты оған көмектесе аламыз. Әрине оны онкологтар шешеді консилиуммен. Бірақ қаншалықты ол көмек болады, қаншалықты көмектесе аламыз. Әрине бірінші болса, бастапқысы болса, не болмаса ең дұрысы подозрение болған кезде. Подозрение болмаса да жыл сайын чекап өтіп тұрса. Ол науқас білмейді емес, мысалы кей науқастар өздері білет, гепатит бар екенін білет, бауырды май басу бар екенін білет, алкоголь ішетінін білет дегендей. Енді көп жағдайда мен осы цирроз печени, жүректің созылмалы жетіспеушілігі және де диагноз қойылмаған науқастармен жұмыс істедім. Ең басты науқастарым осылар болатын. Жанымда профессорым болатын, енді университеттен, және де басқа мысалы бөлімшенің профессорларымен де бірге көмек сұрай алатынбыз. Кез келген бір жақсы жері, ондай многопрофильный стационарда жұмыс істеудің, кез келген дәрігерге барып, сен көмек сұрай аласың. Консилиум өткізе аласың. Шақырасың, менің осындай науқасым бар, консилиум керек маған дейсің, науқасыңды дайындайсың бүкіл зерттеулерінің барлығын, консилиумға шығарасың. Мақсат, бастапқы келген 2-3 күннің ішінде нақты диагноз қою. Ол кезде бізде гонка басталады ғой. Бүкіл обследованияны жасап, бүкіл жердің КТ-сі керек па, контрастпен, соның барлығын жасай бастаймыз. Енді қараңызшы, мысалға да мен де поликлиникада жасадым, сіз стационарда жасадыңыз, мен поликлиникада жасадым, 3-4 жылдай. Біз участокта скринингке шақыратынбыз. Өзіміздің участогымызда адам бар. Сол адамды жыл бойынша журналға тізіп аламыз, карточка бойынша. Бізде пәленші жылдар біздің регистрациямызда тұратын. Сол кісілерді артынан жүгіретінбіз ғой, пожалуйста, скрининг өтші, пожалуйста деп. Мен уақытым жоқ, келмей кететін кезде. Жауапкершіліктің, енді қатты айтсақ та, жауапкершіліктің төмендігі дейміз ба? Мүмкін тегін болғаннан кейін әлі құнын түсіне алмай жатқан. Ол да бар деп ойлаймын. Мысалға да, біз поликлиникада істесек те, біздің жанымызда стационар болатын, и бәрімізге бірдей пятиминутка бірдей болатын. Сонда айтатын, пәленші участокта пәлен деген пациент бар, ол пациент арақ ішет, тамағын жеп алады, сөйтеді, бір күн құлайды дейді. Құласа келіп, скорый шақырады, келіп, 1 күн капыц етіп, даже клинический смерть те болады. Реаниматологтар ана жерден шығарады, жақсылап тұрып, ударны дозамен бүкіл система уколдарын салады, 1-7-де жетуі мүмкін, сосын қайттан кетеді. Арғарай күтінбейді, сөйтіп өзі восстановить етіп тұрады. Енді адам экстренный ситуацияда ешкім отказ бермейді біздің елде мысалға да. Бізде, әрине біздің елде экстренный службада науқастың жағдайы нашар болған, стационарлық науқастың ешкімге отказ бермейді. Тіпті менде ондай жағдайлар болған, басқа елдің азаматы біздің мемлекетке келіп, жұмыс істеу мақсатында келеді ғой. Оларға жедел көмек қажет болған кезде, мысалы реанимациялық ем қажет болғанда, олар біз реанимацияға жатқыза аламыз. Тегін жатқыза аламыз. Өйткені ол адам болса, адамның барлығына көмектесу бұл жерде. Енді басқа мемлекеттерге де барып, тәжірибе алмасып, дәрігерлерін көріп, университеттерін, клиникаларын көрдік. Бірақ Қазақстан сияқты олай бесплатно көмектесетін мен әлі көрген жоқпын деп айтайын. СНГ-де бар шығар енді арамыздағы ТМД мемлекеттерінде. Бірақ мысалы мен Америкаға барған кезімде де, Турцияға барған кезімде де олардың басқа мемлекеттің адамдарына ақылы түрде көріну керек деп айтады. Америкада тіпті страховкасына өте саған көмек көрсету шегі страховкаға байланысты екенін көрдім.
мысалы жақында сіз жаңа айтып отырсыз ғой, Америкаға барып келдім деп. Сол кезде сол жақтың медицинасын қай уақытта дамып жатыр екен, қандай бізбен айырмашылық бар, бізде не жетпей жатыр? Әрине айырмашылық дегенде олардың бізден бірнеше есе алда екенін көруге болады. Пациенттер қалай екен? Бірақ қазіргі мысалы ғылымның, білімнің, интернеттің дамыған заманында олар алатын білімді де бізде дәл сол уақытта олармен бірдей ала аламыз. Бір жағынан біз солай көмектесе алуға тырысуымыз керек. Бірақ енді олардың оборудование жағы болсын, жаңа науқас демекші, науқастарының жауапкершілігі болсын, науқастарының өз-өзінің денсаулығына алаңдауы болсын, бізден әлдеқайда жоғары орында. Бірақ ол жақтағы мен ғылымның дамығанын көрдім ол жақта, ең бастысы. Мысалы айтайын, мен барған Мэйо клиникасында, жаңағы Миннесота университетінің не бардық негізі ең бастысы. Ол жерде былай екен, мысалы айтайық, бір отделенияның, бөлімшенің бір коридорында егер науқастар жататын болса, екінші коридорында ғылыммен айналысады дәрігерлер. Параллельно жүріп жатады. Соншалықты интеграцияны көрдім. Университетпен, жаңағы клиникамен байланысты көрдім. Ол жерде университеттік клиникалардың маңыздылығын сол жерден. Мысалы, дүние жүзі бойынша ем таппай жатқан адамдардың келіп, сол жерден эксперименттік кейбір емді де алатынын сол жерден көруге болады екен. Ол жерде мына нәрсе маған ұнады, науқас, адам деген ең басты құндылық ретінде түсіндіріледі. Біз жаңағы бүкіл білімімізді, жаңағы бүкіл аппарат, жаңағы бүкіл аппаратурамызды болсын, исследованияларымыздың барлығы тек адамзаттың дені сау болу үшін. Сол жолда дегендей. Тіпті мен мені жаңағы видеосында түсіріп алдым, негізі өзімізге көрсетейін біздегілерге деп. Ең маған қатты ұнағаны, мысалы, клиникада, университеттің жаңағы клиникасы ғой, бір бөлме бар. МРТ түсіру бөлмесі, біз жаңа аутизм центріне барған болатынбыз, ми центрі деп аталады екен, және аутизм балалармен жұмыс істейтін центр. МРТ түсіретін бөлмені екі бөлме қылып жасағанда, біреуі нағыз МРТ-ның түсіретін бөлмесі, екіншісі дәл сол жаңағы қабырғадағы бояуға дейін МРТ-ның дәл сол күйінде екінші жағына оның макетін жасаған. То есть бұл не мақсатта? Бала келген кезінде жаңа макет бөлмеге кіреді, ойыншық бар сол жерде, немесе өзінің қалаған ойыншығын алып келеді де, ол жерде оны МРТ-ға түсіреді. Барлығын көрсетеді. Басына мынаны кигіземіз, мына жерде осынша уақыт жатады. Бала оны жасап көреді. Бұл жерде бала травма алып қалмасын, қорқып қалмасын деген мақсатта. Сосын өзінің естесін ұйықтаған уақытын күтеді екенде, жаңағы жерге жасайды. То есть ол жерде адам құндылығы, пациенттердің жаңа құндылығы, сонымен қатар дәрігерлердің құндылығын да көруге болады. Әрине ол жерде бірден барып сен дәрігерге кіру деген нәрсе кішкене қиындау. Сол үшін де адамдар көп жағдайда, мысалы, біз айтады ғой, бізде біз өмір салтын қарасын, жаңа профилактикамен айналысын деген сияқты мәселені, ол жерде профилактиканың нағыз дамыған жері. Адамдар ауырмаудың бүкіл жағдайын жасауға тырысады екен. Ауру қымбат. Ауру қымбат. Ауырып қалсаң, сен біріншіден жұмыстан қаласың. Ол жерде күнделікті ғой, төлейтіні ақша, сағатқа қарап қой енді ақша төлейтіні. Сен жаңағы ақшаңнан қағаласын. Біріншіден, екіншіден страховкаң болмаса, сені қарау екі талай. Страховкаң болса да қаншалықты ол жабалады. Соған байланысты ауру қымбат, былайша айтқанда. Енді жаңағы айтып жатсыз ғой, қадір, дәрігерлердің қадірі биік екен деп. Мысалға да біздің елімізде бір әнші шықса, бір теледидардан бір жыл көрсетсінші, әркімнің аккаунтынан көрсетеді да, все, ол дәрігер қымбат. Дәрігер деп, ол әнші қымбат. Оны тойларға шақырады, гонорары 400-500 мыңнан басталады бір 3 минуттық өлеңді айтып кеткенге. Сосын кейбіреулердікі миллион, 2 миллион, 3 миллион кете береді да. Енді қараңызшы, бір жарқ еткен әнші, бір жыл көрінген әнші,
кредитке кірсе де жаңағыдай соның ақшасын тауып беріп тойда оны шығарып пантоваться еткенді қатты ұнатады да. Солардың құндары жоғарыда, бірақ дәрігерге келген кезде сондай ашуланып, даже консультациясын төлемек түгілі қалай айтсам болады, неге дәрігерлердің сондай әлі қатты құны болмай жатыр? Мысалға да жаңа айтадыңыз ғой, экстренный бригадада талай адамның өмірін құтқардық деп. Неге сондай адамның өміріне әсер ететін адам әлі құны болмай тұр? Неде деп ойлайсыз? Бұл жерде мысалы адам өзінде бар нәрсенің қадірін білу мысалы деген мәселеде кішкене бір тартыс бар деп ойлаймын да. Сенде бар нәрсені әлі қадірін жете алмайды. Денсаулығы кеткен кезде ғана оның қадірі біліне бастайтын сияқты меніңше. Мысалы, қайтадан айтатын болсам, менің ең жаңағы емді тыңдап, айтқанының бәрін бұлжытпай орындайтын, сен іш деген нәрсені ішіп, жеме дегенді жемейтін жаңағы. Мен енді көбінде жүрек ауруларымен жұмыс істеген екен, олар өкпесіне су жиналып, жүрекке су жиналып былай ісініп кетеді, оларға біз суды шектейміз. Бірінші кезекте тұзды суды шектейміз. Жаз айларында кейбір кезде өте қиын болады, мысалы, суды шектеу. Сол кезде менің ең жаңағы бұлжытпай орындайтын, бүкіл сіз не айтсаңыз, қандай дәрі іштесеңіз ішіп, уақытылы бәрін жасаймын. Кейбір науқастар бар, жаңағы біз не қоямыз ғой, жаңа мочегонный препараттар қоямыз, кіші дәретке жиі барады, соны катетер қоямыз, оған келіспейтін науқастар болады, жаңа бірінші келген. Ал бірақ оның барлығын орындайтын ең тәртіпті деп айтсам бекен, науқастарым ол реанимация арқылы келген науқастар болатын. Өкінішке орай. Ол мен айтам, өлімді барып бір ұшынан келіп қайтып келген науқас, ол ең тәртіпті науқасын деп айтатын. Сол кезде, өйткені ол өмірдің қадірін біледі. Ол денсаулықтың қадірін біледі демек. Ал жаңағыдай мәселені сол жағынан қарастыруға да болады да. Тағы бір мәселе, бұл жерде кішкене өзінің денсаулығына деген жауапкершілікті бастапқыда айтып кеткендей, кейбір адамдарға алу қиынға соғатын мүмкін. Қадірін білмейді, былайша айтатын болсақ. Енді қадірін білу үшін бәрі сол бір реанимацияға барып келу керек пе? Жалпы қазір мысалы біздің подкастты көріп ақта, шынымен де қой, аяқ қолым істеп тұр, неге біз сол жаққа қарай жібереміз деп ше. Қазір мысалға да бастаймын дейтін болса, енді қазір сіз классиканы да көрдіңіз, қазір превентивный да жасап жатсыз. Енді не ұсынатын едіңіз, не айтадыңыз? Қазірден бастаймын, все болды, мен уже қорқам, ол жаққа баруға қорқам. Мысалға да баяғыда бір гепатит жұқтырған, тоже қаралмай кеткен, уже бауыр сыздап бастап ауырып жүрген, немесе жаңа бір давление көтеріліп деген сияқты, әйтеуір бір мойындамай жүрген, бірақ проблемасы бар кісілерге не айтасыз, неден бастау керек? Қазақта айтады ғой, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп. Мен сол нәрсені әрбір пациентіміз болсын, әрбір адамға айтушы едім. Алдын алған ол намного легче, подешевле. Намного дешевле, былайша айтқанда. Кей жағдайларда тек қана режимін дұрыстап, тамағының жаңағы дұрыс тамақтану арқылы да сен ол жағдайды болдырмайсың. Содан бастасаңыз да сіз денсаулықтың жауапкершілігін алып бассаңыз деп айтар едім. Және де жылда бір рет чекап өтіп тұрғаны дұрыс. Менің ойымша да емес, ол негізі дәлелденген мәселе ғой ол. Алдын алу, ол сіздің, мысалы айтайық, бір цирроздың басталуы, не болмаса жүрек жетіспеушілігі, не болмаса пациентіміз мысалы инсульт алсын, инфаркт алсын, ол мен айтамын қазір науқастарға да, ол бір аурудың басталуы емес. Ол бір органның белгілі бір жұмысының шектелуі деп айтам. Бұл науқастық жаңағы ауру енді басталған кез емес деп. Демек, бір ағзаңыз, мысалы цирроз болдыңыз, бауырыңыз жеткілікті дәреже жұмыс атқара алмайды. Инфаркттан кейінгі жағдайда да дәл солай. Демек, жүрегіңіздің бір жері жаңағы жұмысын істеуді тоқтатты, бір бөлігі дегендей. Ол жерге дейін жеткізбеу, ол сіздің қолыңызда деп айтар едім. Күшті. Енді қазіргі таңда мысалға да жаңағы біздің командамен жасап жатырсыз ғой, қанша адам келіп жатыр алдыңызға чекаптан өтіп.
қанша процент бірден 10-ға дейін қаншаға бағалар едіңіз? Яғни жалпы сау адам көрдіңіз ба? Яғни симптом әлі көрінбеген, шері сауырмайды, бірақ анализ бойынша тап-таза идеальный анализ көрдіңіз ба? Айтайын, әлі кездестірген жоқпын. Мүмкін қанша адамды онкологияға дейін зерттеп, нақты диагноздарын жеткіздіңіздер? Или сондай глубокий тексеріс кеткен кісілер болды ма? Негізі осы жерде енді көп болған жоқ қой жұмыс істегеніме, бірақ соның өзінде сізбен біз болып, мысалы, айына бір 2 адамдай, ең азында онкологиялық жағдайдың бар екеніне күдікпен тексердік. 2 емес, мүмкін 3-4-ке дейін де болуы мүмкін. Аптада бір 10 күнде бір адам шығады. Осыны тексеру керек дегендей. Бірақ қазіргі адамдардың, қазіргі науқастардың бізге келіп жатқан ең қуантарлығы, олар чекап өтіп, өзінің денсаулығын ойлап, түсініп келе жатқаны. Бірақ кейбір жағдайлар болады, енді тағы да айтайын, соңына дейін түсінбейді. Айтуға тырысып, түсіндіруге тырысасың, бірақ соңына дейін мүмкін жаңағы жеткізу кішкене жауапкершілік алу қиындау болуы мүмкін. Кейбір науқас айтады, мысалға кешегі болған жағдайда, мен ұйықтамаймын дейді. Ал дәрігер дейді, мен сіздің айтқаныңызды істеймін, бірақ мен түнде сағат сіз 10-11-де ұйықта деп айтасыз, бірақ мен 3-ке дейін ұйықтамаймын дейді. Ұйықтамаса ешқандай нәтиже де болмайды ғой, ешқандай емде жүрмейді. Сіз айтасыз дейді, тамақ дұрыс тамақтан деп, бірақ мен дұрыс тамақтан алмаймын дейді. Мен сыртта көп жүрем, сырттан да дұрыс тамақты табуға болады қазіргі заманда. Мен оны жасамаймын дейді. Мен арасында алкоголь ішіп қоюым мүмкін дегендей. Бірақ бауыры май басқан адамға алкогольдің безопасный дозасы деген жоқ. Жалпы алкоголь деген пайдалы, вообще безопасный деген теория вообще келмейді ғой, алкогольдің өзі. Қандай дозада болсын? Соны айтатындай, мысалы, сол науқастардың, мысалы, өзіне біздің көмектесуімізге мүмкіндік берсе өзіне. Біз көмектесуге дайынбыз әрине. Біз егер қазір профилактикамен айналысып, адамдар сау бола бастаса, стационарға түсетін жүктеме де азаяр еді. Мысалы. Жаңағы айтқандай, сау анализ көрдіңіз ба? Анализдердің ішінде. Сау анализді көрдім деп айта алмаймын. Болды, 1-2 кісі болды. Олардың өзі 3 жыл алдын сізден емделіп кеткен 2 кісі, есіңізде ме? Жалпы бұлай денсаулығына қарап жүрген адамдар. Қарап жүрген адамдар болды. Арасында болды, денсаулығына қарап жүрген, өзі жаңағы спортпен айналысатын, не болмаса тамағына дұрыс көңіл бөлетін, ұйқысын дұрыс болатын науқастарда салыстырмалы түрде басқаларға қарағанда сауырақ деп айтсақ болады. Жақсырақ анализдермен болды. Ондай науқастар болды. Қазіргі таңда енді өзімде айта кететін болсам, жалпы барлық диагноздардың ішінде гипергликемия состояниесі, неясный этиология көбейіп кетті, байқасаңыз, яғни бізге 3 пациент келе ма, соның 2-інде қанты көтеріліп кеткен. Яғни бүгінгі тапсырған ғана қант емес, 3 айдағы қант уже 6-ға кеп тұрған кісілер. Ондай да болған шығар сіздің опытыңызда? Ол науқастар өте жиі қазір соңғы кезде көріп жатқаным, мысалы, біз айтамыз ғой. Бірақ сонымен қатар, мысалы, қантпен қатар мен екіншіден айтар едім, бауырды май басы өте көп деп. Олар әлі бауыры ауырып, жаңағы сыздай болуы мүмкін дейді. Бірақ жаңағы сонымен емделе алмай келгендер еместе, ол әлі бастапқы сатысында жүргендер. Оларды мысалы фибросканға жіберіп, не болмаса жаңағы стеатоздың дәрежесін білейік, қосымша обследованиялар жасасын деп жіберіп атамыз. Бірақ жиі кездесіп жатқандар бауырды май басумен қанттың мөлшерінің көптігі. Бірақ көбінде ол науқастарда тез жаңағы көмір сулар деп айтамыз ғой, легко усваиваемые углеводы, сол көмір суларды көп қолданатындар көбінде. Тамақтың сапасы. Рационда теста, нан, ондо тамақтардың өте көптігі. Сонымен қатар көп адамдар қазір құрамында қанты көп сусындарды көп ішеді екен. Сұрастырып келе бастағанда. Яғни қазіргі таңда өзімнің тоже зерттеуіме байланысты, өзімнің ойымда айта кететін болсам, қазіргі адамдар бұрындағыдай көршісінің үйіне барып,
қонақ шақырып немесе жаңағыдай бір душевный әңгімелесу азайып бара жатқан секілді. Яғни сол душевный әңгімелесіп алатын дофаминді телефоннан алып жатқан секілді да, сағаттап телефонда жату, сосын уже қарын тез ашқан кезде міндетті түрде кез келген нәрсемен тоя салу. Осы екеуі осы бір ситуацияға алып келіп жатқан секілді. Жалпы медицина саласында, денсаулық саласында тез деген әңгіме бар ма? Тез деген әңгіме ол тез не істеуі мүмкін? Тез мысалы давлениесі қатты көтерілсе, оны түсіруіміз мүмкін. Жылдам мысалы тез арылып диагноздан кету. Тез емдеп береміз. Мен айтар едім, егер 10 күннің ішінде сіздің денсаулығыңызды ауруыңыздан айықтырып, барлығын толығымен жазып береміз деп айтса, ол жерге бармаңыз дейтін едім. Не болмаса, ол демек сізді до конца жаңағы жеткізетін жер емес деп айтар едім. Немесе, қалай айтсам екен, енді оларға да жаңағы тиіп кетпесін деген мақсат қой енді бұл жерде, жаңағы несіне кірмейік деп. Бірақ тез деген мәселе жоқ. Ең азында ағза өзін тазартып қалпына келу үшін, ол 3-6 айдың көлемі керек деп. Бірінші результаттар көріну үшін. Результат көріну үшін 3 ай ең азында керек деп айтар едім. Оның өзінде ол жерде науқастың жауапкершілігіне көп нәрсе байланысты. Біз енді үйіне барып науқасты ұйықтатып тамағын бере алмаймыз. Сол себепті үйіндегі жағдайдың қаншалықты өзіне жауапкершілік алып жасауы, уақытылы біз берген дәріні қолдануы, не болмаса ішпе жеме деген нәрселерді уақытылы жасауы, соның өзінде 3 айда алғашқы нәтижелерін көре бастаймыз. Ондай науқастар болды. Біз қазір жаңағы біз хабарласып жаңағы обратный связь дейміз ғой, соны алып жатқан науқастарымыз қалай жағдайыңыз деп 2 ай болған науқастарда бір шама жақсару өзгеріс бар. Мысалы өткен күні келген науқаста біз уже емнің 2-ші этабына өтетіннің алдында келді. Ол науқас, енді аты жөнін айтпай ақ қояйық, бірақ 50-ден асқан әйел кісі, соңғы 20 жылдай аса дейді, күнде цитрамон ішетін, басым ауыратын дейтін. Есіңізде ме? Күнде цитрамон. Бүкіл өзіңіз көріп отырсаңыз, комментарий жазсаңыз болады деп. Әр сумкамда цитрамон жүретін деп айтатын. Соңғы бірнеше жыл бойы осылай жүретінмін, ұзақ жылдар бойы деп. Қазір осы 3 ай емнің нәтижесіне цитрамонды ұмытып кетем үйде дейді. Басым ауырмағандықтан ұмытып кетем. Ол қарапайым әдістерден бастап препараттың әсер етуімен болған жағдай. Енді мысалға да қазір кому не лень, сварщикте денсаулықпен айналысып кетті. Бат сатады, даже тіркелмеген, елімізде тіркелмеген, рұқсаты жоқ. Сонымен қатар мысалға да мынау Золушка капельницасын смело салдырта береді, шаршадым дегеннің бәріне, бауырым ауырды дегеннің бәріне. Енді қазіргі таңда мынау пептидный терапияның рекламалары жаңғырып күшті шығып жатыр да. Сен диета ұстамасаң да, сен спортпен айналыспасаң да, үйде жатып алып әдемілеп аза бересің деп. Жалпы осыған клиницист дәрігер ретінде сіздің көзқарасыңыз қалай? Мен айтар едім, волшебный таблетка жоқ деп. Жалпы. Сонымен қатар жаңағы біз шашымызды қырықтырсақ та шаштаразға барамыз. Неге денсаулықты медициналық білімі жоқ адамға доверяйым. Сізде 2 денсаулық жоқ деп айтушы едім. 2 өмір, 2 денсаулық деген жоқ. Біреуі 2 орган жоқ мысалы да, енді бүйректен басқа, бүйрек өкпеден басқа дегенде, оның өзінде біреуі егер жұмысын тоқтататын болса, екіншісіне нагрузка түседі. Сол себепті өз денсаулығыңызды тек қана жаңағы медициналық білім бар. Сізге ертең ол препараттың әсерін толығымен зерттеп біле алатын дәрігерге барыңыз деп. Мен өз практикамда жаңа экстренда опять егер қайта айналып келетін болсақ, көп науқастар маған токсический гепатитпен келетін. Токсикалық гепатит. Каспийден енді оны айтуға бола ма екен, заказ бердім. Не болмаса базардан алдым дегендерде де естігем. Бір шөптің жаңағы құрастырып береді екен, сатады екен. Мынаны бауырың жақсарады, мынадан ішің жақсарады, мынадан асқазаның жақсарады, мынадан ұйқың жақсарады деген сияқты шөпті араластырып береді екен. Сондай жағдайлар өте көп жиі кездесті менде.
айлтайсы өте жоғарылап 6000-ға дейін болып кеткен науқастар келетін. 8000-ді да көрдім мен айлтайсы соншалықты дәрежеде жоғарылаған. Билирубины өте жоғары, 200-ден көп 300-дің арасында келген науқастар болды. Сап-сары болып кеткен кезде ғана барып, жанындағы адамдар сен барсай, көрсей деп. Өкінішке орай, олай қайтыс болған науқастардың да болды. Біз көмектесе алмадық. Қолдан келгенше жасадық. Реанимацияда бүкіл жаңағы процедураларымызды жасауға тырыстық. Аппаратпен де, капельницалармен де, басқамен де. Айлтайсыны түсіруге тырыстық, түсті де. Бірақ түсіп жатып та қайтыс болған науқасым болды менің. Жақсы айлтайсымен кетті, бірақ ми комаға кетіп қалды. Печеночная энцефалопатия деп айтамыз біз оны. Бауырдан болған мидың комаға кетуі болды, ары қарай науқасты ми не спасли. Сол сияқты өз денсаулығыңызға мысалы немқұрайлы қарамаңыз. Кез келген адамға сенетіндей ол құнсыз емес. Және де жаңа сұрағыңыз соңғы пептидтік терапия туралы айтып жатсыз ғой. Әрине пептидтік терапия бізде семіздіктің протоколында бар ем. Қазір соңғы протоколдарға кіріп жатқан жоқ. Бұл жерде астысыз айтатын, спортпен айналыспасаң да, диета ұстамасаң да күштіліп тұрып аздыртып береміз деген мәселеге қалай қарайсыз? Бұл жердегі мәселе менің ойымша ең осы пептидтік терапиямен жұмыс деп жақсы нәтижеге жан-жақты қарай отырып пациентті, асқазан ішек жолы болсын, жаңағы спорты болсын, тамағы болсын, оның бәріне жан-жақты қарап, риск, пользаның барлығын саралай алатын, білетін дәрігерлер аз емес бізде. Пептидтік терапиямен емдеп келе жатқан. Баратын болса маманға барсын. Бірақ кез келген өзі сатып алып жасай беру дегенде бар екен қазір, ол нәрсеге мен қарсым. Жақында мысалға да бір разборда естіп отырықта «Я хочу худеть» дейді, минус 30 килограмм, но за месяц дейді. Жоқ. Даже 3 месяц деп тұрған жоқ, 3 месяц деп тұрған жоқ. «Я хочу быстро худеть» дейді. И мне предлагали пептидную терапию, дейді, мне подешевле дейді, да? Это по карману дейді. Но за короткий срок дейді. И осы жерде мен өзім как тоже терапевт маман ретінде айтарым, бірденнен организмді қинап, метаболизмді ускорить етіп, рецепторлардың чувствительностін азайтып, жаңағыдай немесе көбейтіп, бірденен салмақ тастату, ол бірінші кезекте жаңағы өтке тастың жиналуына, сондай бір организмге түсетін бір психоэмоционалдық нагрузка, мысалы сырттан келетін әсерменен сен анан мықтылатып тұрып аздыртып алдың да, ешқандай образ жизни өзгерген жоқ, питаниең сол күйі, укол біткеннен кейінше состояние қалай болады? Можно пептидті, можно, но с умом, саналы түрде бірінші бағанағы дәрігер айтқандай глубинный тексеріп алу, жалпы бұны көтере ала ма, қай уақытқа дейін. Может, какой-то момент пептидпен и ары қарай алып кетеді. Осы жердегі адамдардың жаңағы қолжетімді болса дейді, сосын тез болса дейді. Сол бір жеріне және де жаңағы дәрігер болып тұрып, последствияны білетін дәрігер болып тұрып, сол бір рекламаны жіберген кезде адамды адастыру деп сезінемін. Себебі жаңа айтып жатсыз ғой, адам деген ол қалай айтсақ болады, құнды тұлға, оның бір запрос тез арықтай салам екен деп енді ақшаны таңдап, олай да жасауға болады, бірақ оның артындағы последствиясы бар да, 3 айдан кейінгі, 6 айдан кейінгі деген секілді. Әрбір дәрігердің біздің жаңағы құндылығымыз не навреди ғой, бірінші очередте. То есть біздің басқа науқастарға бізге сеніп денсаулығын алып келген науқастарға зиянымыз тимеуі. Бұл біздің ең басты жаңа принципіміз болғаны дұрыс. Не себепті? Өйткені әрине тез болу нәтиже деген ол зиянсыз деген емес. Сондықтан жасасын, жасамасын деп айтпаймыз. Жаңағы доказанный, дәлелді методтармен жасасын. Бірақ жаңағы маманмен, білімді маманмен, сосын оның жаңа жұмыс істеп жүрген маманмен жасағаны дұрыс деп санаймын. Кез келген адам өзіне барып салып ала беретін безопасный препарат емес.
Енді мынандай сұрақ. Біздің қазақ аудиториясында почти 2/1 кездесетін анемия диагнозымен ұзақ жүргенде соңы қайда апарады? Соңы қандай осложнениеға келді? Сіз қандай науқастармен кездестіңіз? Бұл жерде анемияның енді медицина несінен айтатын болсақ, анемия всегда последствия. То есть бір нәрсенің, бір аурудың соңғы нәтижесін біз көреміз. Оның себебіне қарай қарастырып отырып көруіміз керек те, мысалы. Енді білесіз ғой, анемия деген сөз ол жаңағы темір тапшылықты әйел кісілерде жиі кездесетін, ұзақ жылдар бойы болып келе жатқан анемияның түрі болатын болса, әрине ішкі ағзаларға ол біріншіден оттегінің жетіспеушілігімен көресте. Ондай адамдар бізге келіп жатады, жаңағы памятім жоқ, постоянно шаршап жүрем, ұмытшақ болып кеткенім соншалықты тез жаңағы не болып жатқан өмірімді сүріп жатқанымды сезбеймін дейді кейбіреулер. Жаңағы туман в голове деп келіп жатады. Бірнеше жаңа терапиядан кейін, неден кейін қараймыз ғой, көзім жана бастады. Жаңағы миым тынығып қалды, ұйықтасам да бұрын шаршап тұратыным едім деген сияқты оң нәтижелерді алып жатамыз. Бірақ тек қана темір тапшылықты анемиямен шектелмейді бұл анемияның түрлері. Сонымен қатар үлкен адамдарда кездесетін болса анемия, біз бірінші кезекте онкологияға подозренияны, жаңағы онкологияның өткізіп алмауымыз керек. Сол анемия деген ол безопасный, жай ғана ауру деген сияқты, жүре береді, бәрімізде бәр ғой деген сияқты ол кішкене ескіреу жаңағы көзқарас шығар мүмкін. Және де не безопасный көзқарас. Ол жерде біз басқа бір ауруды өткізіп алуымыз мүмкін. Сол себептен де бірінші кезекте себебін білу керек. Мүмкін ол бір жер қанап жүрген шығар ол науқастың. Қан кетіп жүрген шығар дегендей. Бір ағзадан мысалы, ода үнемі қан кетудің арқасында бір ағза өзінің жұмысын бұзып жатқан шығар. Оны жан-жақты тексеру керек. Әрине, бізде науқастар жаңағы 2 айдан кейін анемиядан емделгеннен кейін келеді ғой. До, после ол салыстыруға келмейтіндей. Бірнешесі энергиясы көбейгеннен кейін мен бірнеше есе жұмыс жасай бастадым. Бұрын жаңағы наизнос жүрекенмін ғой. Солай жүріп жұмыс істеп жүре беріппін ғой. Мен бірнеше есе жұмыс істеуге қабілетім бар екен ғой деген сияқты нәтижелермен келіп жатыр қазір. Жұмысқа қабілеті жоғарайды. Ең бірінші көретін нәрсе ол күндіз ұйықтай бермеймін дейді бұрынғыдай. Жұмыстан келем, ұйықтап қалам деп келетін көп науқастар ше. Қазір ондай емес, жұмыстан келем, мен үйдің шаруасына да, жаңағы жолдасыма болсын, балаларыма болсын, көңіл бөлуге менде энергия бар, күш қуат бар. Менде ең бастысы оған деген желание бар деп айтады. Машалла. Ал енді сол бұрынғы практикаңызда жаңа экстренный бригадада жүрген кездерде, немесе сол жаңа тяжелый пациенттермен терапия отделениесінде істеп жүрген кезіңіздегі сол анемияның последствиясынан қайтыс болып кеткен, немесе уже онкологияға өтіп кеткен ситуациялар кездесті ме? Анемияның себебінен онкологияға өтті деп айта алмаймын. Керісінше онкологияның себебінен біз анемияны көріп жататынбыз науқастардан. Ондай науқас болды бізге өкінішке орай. Өте аз гемоглобинмен келген науқас біз көмектесіп үлгермедік. Анемиялық комаға түскен науқасты қан қайтадан құйғанмен де, қан құйғанмен де ол науқасты шығару болған жоқ менің практикамда. 1-2-3 науқасым болды ондай. Жалпы биохимиялық патофизиологияға келетін болсақ, анемия плюс паразит тең онкология. Скорее всего, бұл кісі ұзағынан, енді кез келген адамда паразит бар ғой, бірақ қатты бір зерттеліп емделіп жатқан жоқ. Ауа жоқ жерде, кислый средада, окисленный средада небір түрлі паразиттік простейшалар өмір сүруге бейім. Сол арқылы ауасы жоқ жерде атопичный клеткалардың пайда болу вероятности өте жоғары. Естественно, яғни бұл жерде бір замкнутый круг да. Анемия бірінші онкологияны тудырып мейлі, онкологияның фонында анемия болмай. Екеуі де бірдей келе береді негізінде. Сондықтан айтқымыз келген, қайта-қайта сұрап отырғанымыз бұл анемияларыңыз бар ма, игнор жасамаңыздар. Жалпы денсаулық саласы деген нәрсенің нүктесі жоқ қой. Адам өлгенше
3 ай жұмыс жасады ма, 1 ай перерыв жасауды келесі этапқа көшу керек та. Енді өкінішке орай бізде сондай бір оқиғалар болып жатады. Мысалға да келіп бір чекап өтеді да, препарат алыңыз дейсің, немесе комбо 10 күндік ем ал дейсің. Шалғасына түсетіндер, мен қалай алам? Қалай, менде не жоқ? Или бүйтіп ойлайды, мен қазір осыны бітірем, бітті, сонымен болды ма, мен здоровпын ба депші. Денсаулық деген кәдімгі білім алу секілді ғой. Сен бүгін білім алып, мысалға да бір білім алдың да сатып, все, мен білімдімін деп айта алмайсың ғой. Білетінің 1-9, білмейтінің 99 деген секілді ары қарай тоқтамай өлгенше білім аласың. Денсаулық саласы да дәл солай да. Яғни тұрмыс құрып жатсың, университет бітіріп жатсың, балалы болып жатсың, семейный қарым-қатынас бар, үлкен жетістікке жетіп жатсың, ақшалар тауып жатсың, яғни осының бәрін жасап жатқан сол біздің денсаулығымыз ғой. Сол біздің денсаулығымызға тоже бір хақысына кіріп кетпей, оған да бір қарап, демалдырып, тынықтырып, какой-то бір финанс бөліп, бір тазалап, восстановить етіп қою, ол бір оннан бір бөлігі ғана да. Ары қарайғы регулярно ұстанып отыру, этап-этапмен толық қалыпқа келгенше емделу. Даже мысалға сіз д ішсеңіз де, железа ішсеңіз де, іштіңіз хорошо, күшті көтердіңіз де, ол сол күйде тұрмайды ғой, потому что сіз тіршілік етіп жатсыз ғой. Өмір сүресіз, жұмыс жасап жатсыз, ақша тауып жатсыз. Сол процестерге кетті ғой. Ол қайтадан азаяды да. Содан кейін ары қарай поддерживающий доза ішу или перерыв жасап, қайтадан планды жасау. Яғни сол арқылы аурудың алдын алу, денсаулықты қарау деген нәрсені біз әдетімізге айналдырсақ. Себебі осы кезге дейін не жоқ болды, сол қатты құнды болды. Ақша деп, ақша деп, бәрімізге материалдық өмір сүргеннен кейін ақша табу үшін жұмыс жасаймыз, басқа қыламыз. Бірақ енді мынау кез келген адам хотя бы бір витаминді хотя бы алып, хотя бы соны қамтамасыз ете алады деп ойлаймын. Ешнәрсе алмасаңыз да, хотя бір витаминнен айына біреуін ішіп отырсаңыз, 12 айда сіз 12 түрлі витамин ішіп, хотя бы балансты ұстайсыз да. Қазіргі біздің осы бір подкастты жасап отырғанымызда денсаулық үнемі күтімді, үнемі қолдауды қажет ететін жүйе болғандықтан дәрігерлерді кінәламай, немесе қымбатсынбай, құйсаңыз енді өз денсаулығыңызға құйып отырсыз ғой. Осы бір денсаулық деген құндылықтарыңыздың қатарына қосып, аптадағы айлық пландарыңызда болып, мән берсеңіздер екен деп, осы жерде сол денсаулық жайлы әңгіме құрып жатқан жағдайымыз бар. Сіз қалай ойлайсыз? Денсаулық үнемі біздің қарап отыру керек нәрсеміз ғой. Ол контроль жасап, қарап, жаңағы чекапты да жылда бір рет өт деп айтуымыз ол бекерден бекер емес те. Ол бір өтіп қойдым, 10 жылға жарайды деген дүние емес. Үнемі оны қарап, бақылап, тексеріп отыру керек. Бізде де мысалы бар ғой, белгілі бір ауру табылатын болса, не болмаса сізде соған склонность болатын болса, бірнеше айда бір рет, 6 айда бір рет, 1 жылда бір рет тапсыратын мысалы анализдеріміз бар. Кейбір обследованияның түрлері бар, оны 2 жыл сайын, 3 жыл сайын жасап отыру керексіз. Мен айтар едім, денсаулық біз ақшаға сатып ала алмайтындай дүние ол. Өйткені егер бір органыңыз не болмаса бір жеріңіз жұмыс істен шығатын болса, сіз қанша ақша берсеңіз де, оны сізге ешкім өзінікін бермейді. Мысалы, жұмыс істеп тұрған бір органын деп айтайық та. Әрине трансплантациядан басқа, енді бір несінен, туысынан басқасынан жаңа жасалғаннан басқа. Бірақ ол нәрсені сатып ала алмайтындай болғандықтан алдын алсақ, ол бізге ол органды сақтап қалуымызға, жұмысын сақтап қалуымызға көмектеседі. Жаңа кейбір науқастар болатын, доктор менде онкология шығып атады біреуден, біреу жаңа реанимацияға түсіп атады, жүрегі мен инфаркт алып қалатын науқастар бар деген сияқты. Қанша ақша қаласаңыз, қандай дәрі қаласаңыз алып келейін, аман алып қалыңызшы деген сияқты оны естідім. Естімедім емес. Ең қиын ауыр болатыны маған жаңағы біз енді 18 жастан бастап қабылдаймыз ғой науқастарды. Кейбір жас науқастардың жаңағы ата-аналарының осылай айтатын кезде жүрегің ауыратын. Қалай көмектессем деп. Бірақ кейбір жағдайлар болады, сен қанша ақша берсең де ол денсаулықты сатып ала алмайсың. Ондай өзімде бір науқас болды, бауырмен ауырды.
18 жастағы қыз еді. Ол кішкентай кезінен бастап жаңағы ауырып келе жатқан гепатитпен ары қарай жаңағы осының бауырын аман сақтап қалу. Ол ата-ананың соншама жылдық қызметі осы болған. Енді оны біз арға трансплантацияға жібердік. Ары қарай тағдырын білмедім, енді бізден жаңағы тяжелый ситуациядан шығарып жібердік. Айтайын дегенім мынау, ол жерде қандай дәрі, қандай ақша құйсаңыз да оны қайтарып ала алмайсыз. Егер сізде денсаулығыңызды алдын алу деген мақсат болса, ұзағырақ дегенде біз енді Құдайдың берген өмірін өзгерте алмаймыз, бірақ сапасын жақсарту бұл жерде мәселе. Жаңағы кейбір науқастарым болатын, үлкен ата, апалар, мен ешкімге мұқтаж болғым келмейді қартайғанда. Бір жерім ауырып отырып, өзімнің дәретімді өзім сындыра алмай, жаңағы демала алмай отыру мен үшін ауыр қызым деген кезде, әрине жүрегің ауырады ол науқастарға. Біз соның кейбір жаңағы саналы түрде сол сапаны арттыратын болсақ, жақсы әдемі қартаюға алып келетін болсақ, өмірдің сапасын жақсартатын болсақ, ол біз үшін ең басты құндылық, ең басты миссиямыз адамға көмектесу деп айтар едім. Қазіргі жұмыс істеп жатқан жолымызда. Жалпы осы адамдардың ауырып қалуына стресстің рөлі қалай деп ойлайсыз? Қанша процент рөл ойнайды? Сіздің мына тяжелый болып түскенде, экстренный болып түскен кездегі анамнезін сұрастырған кезде стресс себебінен болған оқиғалар бар ма? Осынша пайыз деп айта алмаймын, әрине. Әртүрлі науқастар болады ғой. Бірақ қазіргі мысалы келіп жатқан науқастардың, қазіргі клиникадағы енді экстренный түскен науқастар бір ағзаның уже белгілі бір ауруға ұшырағанымен түседі ғой. Қиын жағдайда түседі. Олар уже ол стресстің болғанын ұмытып қалады, шыны керек. Стресс деп те ойламауы мүмкін оны. Бірақ қазіргі жағдайда мысалы басталып келе жатқан бар ғой, сол науқастармен қазір жұмыс істеп жатқанда сұрастырып келетін болсақ, ол науқастар айтады. Мен бір 3 жыл бұрын мысалы осы жағдай басталып келе жатқанда стресс алып едім. Бұл жерде тағы бір мәселенің екінші жағы бар ғой. Стресстің нәтижесінде адам өзіне қарамай қалуы. Сондықтан да белгілі бір ауруға ұшырауы дегендей. Мысалы дұрыс тамақтанбайды, ол кезде ұйқы режимі бұзылады стресстен. Жаңағы кейбір науқастар стресстің фонында өзіңіз алдында көргендей, жаңағы баласы қайтыс болғаннан кейінгі келген науқастың мысалы стресстің фонында қант диабетін біз біріншілік анықтадық. Есіңізде болса. Сол сияқты әрине стресс болуы осы жағдайлармен көрінеді деп ойлайтын едім. Яғни стресске адамдардың реакциясы әртүрлі болады. Яғни адамның психотиптері әртүрлі болады. Кейбір кісілер вообще көтере алмайды. Бір стресске кірсе, сол жаңадай депрессия деп айтамыз. Былайша айтқанда сол ситуациядан алып шыға алмайды, қалай реагировать етуін білмейді. Содан қиналып, ары қарай біртіндеп уже қалпына келуі қиындайды, даже уақытында көмектесе алмайды, сонымен біраз ауруды жіберіп алатын ситуациялар кездеседі. Жалпы биодетокстағы сізге ұнайтын құндылықтар. Неге сіз биодетокс таңдадыңыз? Неге биодетокс сізді несімен қызықтырды? Не үшін сол жердегі науқастармен жұмыс жасаймын деп таңдадыңыз? Негізі мен басында клиникадан жаңағы кеткеннен кейін, өзімнің алдыңғы жұмыс орнынан кеткеннен кейін, шыны керек біраз уақыт демалдым. Бірнеше ай демалдым. Өзіме қажетті жұмыс орнын ары қарай қалай көрем өзімді дегендей. Немен айналысқым келеді ары қарай. Қай салаға барғым келеді, мысалы мұғалімдік болып жаңа университетте қала беремін ба, әлде поликлиникаға барам ба дегенде болды да менде ой, не болмаса бір жекеменшік жұмыс орнын іздеймін ба, не болмаса қайтадан қайтып келсем бекен больницама деген сияқты бірнеше ойлар болды. Сол үшін бір жерде тоқтап қалмау ғой, бұл жерде де тағы бір мәселе. Осы жұмыстан кететін кезде маған заведующим айтқан болатын, сен осы тәжірибені жинадың, 6 жыл біздің қасымызда болдың, білмегеніңді үйрендің, рахмет айтам, өте көп нәрсені үйретті маған.
Енді дейді сен әрине науқастар әртүрлі болып келеді. Ол кітаптағыдай емес, күнде әртүрлі науқас келеді. Сен ол науқасты алдын ала білмесең де қалай болып келетін, келген кезде не істеу керек екенін білетіндей болдың деп айтқан маған. Енді ары қарай барып басқа жұмыстың түрін ауыстырсаң да тіпті жақсы дегендей, бір жерде қалып қойма деген сол айтқан болатын. Сонымен ол жұмыстан кеткеннен кейін бірнеше ай демалыс болды да, айтайын, бірнеше клиника болған негізі мен қарастырып жүрген, барайын ба бармайын ба деген сияқты. Бір күні жаңағы сіздерден қоңырау түсті, бізге келіп көресіз ба деп. Мен одан алдын негізі осы профилактикалық медицинамен бірнеше курс сатып алып, барып оның оқыған болатынмын, офлайн барып оқыған болатынмын. Профилактикалық медицина деген не? Мен тек қана экстренный мысалы пациенттерге көмектесіп үйреніп жүрмін ғой. Мынау жағы қалай екен, қалай алдын алуға болады, ең алдымен өзімнің жақындарыма қалай көмектесуге болады. Соңым шын айтқан кезде жаңағы науқастар сияқты болмауға, болса да оның қалай алдын алуға болады деген мәселені өзімнен бастайын деп негізі ізденістіре бастағам. Енді іздегенім алдымнан табылып, маған қоңырау шалған кезде бардым, сұрадым. Бірінші рет естідім негізі. Алдын ала арнайы іздеген емес екенмін. Бастапқы келген кезде қарастырып жүрдім, қалай болады бұл, қай бағытта жұмыс істейді деп. Бірақ бұл жерде біз тек қана профилактикамен айналыспаймыз. Бұл жерде біз біріншіден науқастың чекап өтеміз ғой, чекап өткеннен кейін өзіңіз білетіндей, өмірге қауіп төндіретін аурулар, жаңағы қазір емдеу керек аурулар бар ма жоқ па, бірінші соны қарастырамыз. Науқасқа жағдайын түсіндіреміз. Әрі қарай емделуі керек жағдайлар болса, оны емдейміз клиникада. Және сонымен қатар профилактикаға көбірек көңіл бөліп, ауырып қалмаудың жолдарын бірге қарастырамыз пациенттермен. Және маған ең ұнағаны бұл жердегі ең басты құндылық адам, пациент. Бізде сен бізге құндысың, біз саған барып көмектесеміз. Сен дайын болсаң, біз көмектесуге дайынбыз дегендей. Өзі дайын болған науқаспен де жұмыс істеу қиындау екен, енді көмектесу дайын емес болып келетін науқастармен. Жоқ, маған керек емес бұл деп келетін науқастармен кішкене қиындау. Бірақ біз олар білу керек. Біздің басты мақсат оларға көмектесу. Сен қалай, қай дәрежеде болсаң да саған көмектесу. Мен солай ойлаймын, солай түсіндім. Яғни бедетокстағы құндылық ол жаңағы бірінші әрбір пациенттің жанын тыңдау. Яғни сол дайын болған кезде көмектесу, бірінші кедергі жасамау. Осы жерде көріп отырған әрбір оқырман, яғни пациенттің құндылығы мен біздің құндылық сәйкес келген кезде, яғни біздің бедетокстың дәрігерлерінің құндылығы сәйкес келген кезде, бұл нәтиже тез келеді деген сөз. Жаңа созылмалы ауруды емдеп жатсақ та нәтиже тез келеді деген сөз. Және де бұл кісімен де бедетокстың құндылығының сәйкес келгені ол қуантады. Айтайын дегенім, бағанағы біздің ең бірінші мақсатымыз маманның профессионал болуы, опытный болуды, опасный экстрен ситуацияны жіберіп алмауы және қамқорлықпен ары қарай көмектесе алу. Соның арқасында Аллаға шүкір қаншама пациентіміз жақсы нәтижеде алды. Бұл жерде айтайын дегеніміз, бізде көбінде жаңағыдай биболатынан сұрап келеді, ойбай сізді көріп үйреніп қалғанбыз деген сияқты. Жандарым-ау, менен де керек десеңіздер, опыты көбірек, мықтырақ дәрігерлерді алып келіп отырмыз. Сіздер мысалы біздің клиникаға келгенде қандай бір сотрудникке келіп сөйлеспесеңіз де, сіздер заботада болуларыңыз керексіздер. Біз жанталасып, ойбай, қазір қыртып берем, жиып берем, бәрін күшті қып берем, онда ешнәрсені обещать ете алмаймыз. Потому что денсаулық деген нәрсе ол бүгін ғана құрыла салатын нәрсе емес. Ол жүйелі түрде жұмысты, дәрігерменен пациенттің бірге отырып, келсе отырып, бір-біріне көмектесе отырып жасайтын жұмысы да. Сондықтан құндылығымызға сәйкес дәрігер бар, яғни уайымдамай келсеңіздер болады. Себебі, жаңа айтты ғой, қанша әдейі сұрақтар қойып отырмын, яғни бұл кісінің опытын көрсету мақсатында. Сондықтан егер де жаңағыдай опыты аздау болса, мен шынында да сеніп келген адамға
ондай дәрігерді қалай айтсам болады, сеніп тапсыра алмас едім да оқырмандарды ше, себебі сенім деген ең қымбат нәрсе. Адамның сенімі, мысалға қаншама пациенттің дәрігерден көңілі қалған кездер бар да. Кейбір жерлер бар, кейбір қалалар бар, мысалға да ақша бермесең қарамайтын. Оны бүйтіп ашып та көрсетемейді, потому что баратын жер жоқ та. Даже кейде пациенттердің өздері үйретіп қойған да. Ақша берсем ғана қарайды деген секілді. Сондықтан мен кейде пациенттерге айтам, андай да, әлі денсаулықты планға енгізбеген, бюджет бөлмеген, кішкентай сумманың өзі бүйтіп страшно шашты киіп кетеді. Жаным деймін да, саған ешкім міндеттеліп мынаны алмасаң денсаулығың болмай қалады деп айтып жатқан жоқ қой. Бізде даже ондай да мысль жоқ, ой жоқ. Сен хотя бы шаман келетінді хотя бы басаш, хотя бы өмір сүру әдетіңді реттеш. Тамағыңды ретте, қозғалысыңды ретте, шаршасаң хотя бы бір нәрседен баста деген секілді. Сондықтан көріп отырсыздар, бірінші кедергі зиян келтірме деген құндылықпен жүрген дәрігер, ол міндетті түрде кез келген сенім білдіріп келген пациентке көмектесе алады және үлкен үлес қоса алады. Бірінші даже келген пациент соны қарап отырады, дәрігер не дейді екен деп, өзінің бір затын пихаттап жібере ме екен, немесе шынымен жанашырлықпен қарайды ма деп. Шынында да қазір дәрігер де көп, клиникада көп. Соның ішінде өз дәрігеріңізді табу ол өте маңызды. Сізде сұрақ бар ма? Бізге келіп өз денсаулықтарыңызды сеніп тапсырсаңыз, біздер ол сенімді ақтауға тырысамыз. Қолымыздан келгенше сіздің мәселеңізді шешіп, денсаулығыңыздың жақсы болуына үлес қоса алсақ, ол біз үшін бір мәртебе деп айтар едім. Жалпы бүгінгі подкастымызды қорытындылай келе, Досмұхамедовна, бүгін уақытыңызды бөліп, әдемі өзіңіз жайлы, пациенттер жайлы айтатқан, бөлісіп жатқан ақпараттарыңыз үшін рахмет. Бұл өте құнды. Адамның дәрігерді тану, кімге сенеді, денсаулығын кімге сеніп тапсырады. Яғни сол маман жайлы білу. Әйтпесе, мысалға да айтады ғой, дәрігерлер көп, бірақ жүріп өткен жолдары қалай. Соны білу бір пациенттердің жүректеріне бір тыныштық ұялатады. Сол үшін бір арнайы уақыт бөліп отырмыз. Оған кейліп, сол сұхбаттасып жатқаныңызға үлкен алғыс. Жалпы қазақтың әрбір қызына, қазақтың әрбір кісісіне айтатынымыз, өмір біреу ғана. Оның ішіндегі ең қымбаты сізбен достасатын, 24/7 сіздің қасыңызда жүретін, ол сіздің органдарыңыз. Ол сіздің миыңыз, ол сіздің жүрегіңіз. Тоқтаусыз сіз туылғалы бері жұмыс жасап келатқан. Сіз туылғалы бері түндемей, күндемей, түнде тамақ жесеңіз де, духи сепсеңіз де, қандай зат қолдансаңыз да, ағзаңыздағы атқоттарды фильтрлап, тазалап отырған бауырыңыз да жалғыз. Және оны шығарып отырған, бүйрегіңіз де, ол сізбен бірге келе жатыр. Сізбен бірге келе жатқан риясыз, адал органдарыңызды сіз де соған қатысты қарымын беріңіз. Оларды да бір тыңдаңыз, оларға да бір көмек беріңіз. Жоқ десе, әрқашанда жоқ бола береді. Денсаулық, әрине айттық қой, бірденен кірісіп кете алмайсың, бәрін бірден жасап кету, ол психика отказ береді, ауыр болады. Сондықтан хотя бы тыңдап жатқан амалыңызға, естіген сөзіңізге амал етіп, хотя біреуден бастап өзгерте беріңіз. Сіз ниет етіп жылжыған кезде ол үлкен тауға да жетеді ғой, жүріп, сол секілді. Біз пілді сразу жисағымыз келеді, бәрін тез тындырып, басқа тірлікпен айналысымыз келеді. Пілді бірден жей алмайды, бөліп. Сондықтан денсаулық саласы да дәл солай. Сондықтан ертеңге қалдырмай, хотя бы бүгіннен бастап жүрегіңізді тыңдап, денеңізді тыңдап не болып жатқан. Енді қазіргі таңда биылғы жылдар жалпы денсаулықтың желіп трендке айналып келе жатқан заманы, әйтеуір бұрынға қарағанда 5 жылдықта әлде қайда профилактикаға мән беріп жатқан кісілер бар. Аллаға шүкір, ол бізді қуантады. Сондықтан әрқашанда биодетокс клиникасы командасы сіздермен байланыста болуға, уақытымызды бөліп сіздерге көмек беруге әрқашанда дайынбыз. Дәрігерменен науқас екеуі разы болғанда, бір-бірін қалай айтсам болады, көңілін қалдырмай, команда болғанда нәтиже тез келеді, оңай келеді.
Сондықтан сіздердің организмдеріңізге керек болса классикалық методпен, керек болса превентивный методпен көмек беруге дайынбыз. Яғни сіз дайын болғанда біз дайынбыз. Денсаулық жолында еңбек етіңіздер, ізденіңіздер, біздер әрқашанда көмектесуге дайынбыз. Сіз қымбат болғанда, сіз құнды болғанда, өз-өзіңізді сыйлап жақсы көрген кезде басқа адамдар соған қарай әрекет етіп бастайды. Біз өзімізді жақсы көрмей, біз өзімізді құрметтемей тұрып, басқадан құрмет күтеміз да. Сондықтан ең бірінші құрметтейтін болса, ол сіздің органдарыңыз. Осы күнге дейін сізді аман есен алып келе жатқан. Басыңыз аман, бауырыңыз бүтін. Ғұмырыңыз ұзақ болсын және сол ғұмырда сапалы да берекелі өмір сүруді нәсіп етсін. Денсаулық мамандар әрқашанда көмектесуге дайын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, бай болыңыздар.